Төрт малдың адамзатқа қандай пайдасы бар? Қане, сол туралы тамашалап өтейік. Сиыр сүті пайдалы, одан қаймақ, айран, ірімшік, сүзбе, құрт жасаса, еті де өте дәмді. Ал сиырдың терісінен аяқ киім, бас киімдер жасайды. Қойдың жүнінен киіз үйге төсейтін төсеніштер, алашалар дайындайды. Ал иірілген жібінен қыс мезгілінде киетін жылы киімдер тоқиды. Еті де өте дәмді. Ешкінің жүнінен иірілген жіптен жылы киімдер тоқиды. Ал еті өте пайдалы. Жылқы мінсең көлік болады. Сүтінен қымыз жасайды. Ал етінен қазы дайындайды. Түйе өте төзімді жануар. Түйе малының өзі бірнеше тәулік суыз пешеде шыдап жүре береді. Түйенің еті пайдалы, сүтінен шұбат жасайды. Түйе малының еті де, терісі де, жүні де өте пайдалы. Біз төрт малға ризамыз. Оларға қамқорлық жасаймыз. Бізге ата-бабамыздан мирас болып қалған төрт мал біздің байлығымыз.